Өзі молда Ғұмар Қараш өзге молдалардың қудалауына неге ұшырады? Өзі ғана меңгеріп қоймай, шәкірттеріне де орыс тілі, география, биология секілді пәндерді үйрете бастады. Ал айналасындағы молдаларға мұндай жаңашылдық жақпады. Олар Ғұмардың үстінен түрлі арыз жаудыртты. Журналист Мақсат Тәжмұрат өзінің Ғұмар Қараш атты кітабында Ғұмар баста молда болды. Сол кездегі ескі молда ишандар Садыр, Халпе, Тәте молда Ғұмаров, Бәйет Жұмалиев дегендер Ғұмармен араз болысты. Сыртынан ауыздары барғанша Ғұмарды жамандаса да, қарсы келген молдалар Ғұмарға ештеңе айта алмайтын еді. Молдаш деген кісінің жетісінде сол елдегі атақты молдалармен қатар Ғұмар да шақырылды. Молдалардың аттанарында әкесінің педиясына арнаған ат пен түйені үй сыртына байлап үйге кірген молдаш баласы әріпке айтқанын өз құлағыммен естіттім. Ол былай: Шәріп, үй сыртына ат түйе байланып қалыпты. Бұл қалай? Біз құдалыққа келген жоқ едік қой. Бұл қомағай молдаларға, соның бірі өзім, үлестірсең, олар алады да кетеді. Бірақ одан әкеңе тертік пайда жоқ. Тек атақ. Одан да бұл малды бір мектеп пайдасына берген болсаң, қандай игілікті іс істеген болып, оқи алмай жүрген жетімдерге беріп, мектепке тартқан болсаң, қандай сауап, ұлтқа қандай пайда болған болар еді, деді Ғұмар. Сонда басқа молдалар теріс қарап жағаларын ұстап, «Әй, кәпір!» десті. Хакім Әжікеевтің жазуынша Ғұмар қазақ ел болам десе, хақиқи дін құралданбасын, өнер ғылым үйренсін, мәдениетті елдердің білімінен үлгі алсын деген бір жаңалық пікірмен ойға келген пікірлерім деген қара сөзбен татар тілінде кітапша жазып шығарды. Бұл кітапша ишан молдаларға, діншілдерге жасыл соққандай әсер етті деп жазды. Қазақ баласын оқытса да, өлім жітім болса да молданың алдына тәуір деген малын салып жібереді. Құдаймен арадағы дәнекеріміз ғой деп ештеңесін аямады. Ел ішінде сондай құрмет беделге ие болып жүрген молдалар әрине Ғұмар Қарашқа қарсы болады. Көлденең біреу келігіп, табысынан, абырой беделінен қағып жатса, неге ренжімесін? Ғұмар Қараштың да солар секілді өмір сүруіне болар еді. Бірақ ол қу құлқынның қамын емес, ұлтының қамын, оның болашағын ойлады. Дәл сол сәтте қазағына бәрінен бұрын сауат ашу керек екенін түсініп, өз білгенін үйретуге барын салды. Мәдениетті елдердің мәдениетін үйренуге үндеді. Мектеп ашты, кітап жазды, газет шығаруға да ат салысты. Ғұмар Қараштың дінге, ұлтқа сіңірген еңбегі орасан зор. Ғұмар Қараш 1909 жылдары Орынбор дін басқармасының жергілікті жердегі өкілі ахун қызметін атқарған. Діни лауазымына қарамастан ауыз әдебиеті нұсқаларын жинақтап, Көксілдер, шайыр атты қос хрестоматия бастырып шығарған. 1911-1913 жылдар аралығында Оралда жарық көрген Қазақстан газетін шығаруға ат салысып, газет деген не зат, газет не үшін керек атты ағартушылық мақалаларынан бастап, газеттің негізгі жүгін көтеріп тұрды. Оның сол уақыттары жарық көрген кітаптарынан да, қарапайым мақалаларынан да діни пайымының тереңдігін, шариғат іліміне жетіктігін, өзгеше ой иесі екенін байқап, бағамдауға болады. Мысалы, ойға келген пікірлерім атты пәлсапалық ой толғамдарында бір тәңірден басқа бар нәрсе өліп, өзгеріп тұрмақта, сол себептен адамзаттың және оның түйсік сезімі де ылғи да бір халден екінші халге өзгеріп тұрады деп жазса, 1911 жылы Шора журналының 17 санында жарық көрген игілік және жақсылық атты толғамында Ғұмар Қараш сопыларға араша түсіп,
құрметті Ләтіп әпенді, сіздің маған жазған хатыңызда бұл заманда сопылар көбейді, бірақ олардың қарапайым халыққа ғибраты шамалы. Керісінше сопылар мен мүриттер көбейген жерде ұрлық, қиянат, жалқаулық, құмар ойнау, ішімдікке берілу сияқты пасық істер көбейе түсетінін неліктен деп сұрапсыз. Әпенді мырза, пасықтықтың түп тамыры ғылым білім, оқу ағарту істерінің пайда болуымен әсте байланысты емес. Сопылардың надандығының зиянды әсерінен надан сопылар сөзінің халыққа ғибраты жоқ. Шын сопылардың уағыз насихаттары халыққа пайда келтіретіндігіне еш күмән жоқ деп жауап беріп, рухани жақсылық пен материалдық жақсылықтың ара жігін ажыратып береді. Ғұмар Қараш өлеңдері де, ғылыми мақалалар да ұлтты сүюге, оған қызмет етуге бағытталды. Отан және ұлт реформасы мақаласында ол отанға, ұлтқа қызмет ету жоғары мансапты яки бай адамдарға ғана міндетті емес. Ниеті ықыласы дұрыс болса, жай орташа адамдар да отанға қызмет ете алады. Әр кісінің өзіне тиісті борышы бар. Әркім шамасы жеткенше қолынан келген істі атқарса болады. Жай адамдар өз міндеттерін адал атқарса, ол күрделі, ұлы істердің бітуіне үлкен септігін тигізген болар еді деп, барлық адамның ұлтына қызмет етуін міндеттейді. Сонымен қатар, ұлтына өз заманында ең керекті нәрсенің не екенін айқындап беріп, қазірде шешімін таппаған білім, ғылым, ана тіліміздің кітап тапшылығы мәселесін көтеріп, қазіргі уақытта кітаптардың аздығынан білім ала алмай, істеріміз дамымай, ұлттық тәлім-тәрбиеміз тығырыққа тірелуде. Демек, қазіргі заманның байлары мен мырзалары, мешіт, медресе имамдары ғылым менен ағартуды дамыту үшін өздерінің қаражаттарын аямай жұмсайтын болсын. Әсіресе мұғалімдер бұл іске қатты кірісіп, ғылым кітаптарын ана тілімізге аудару және кітаптар сатып алып, бастыру баспаларды көбейту, газет, журнал шығару істеріне ат салысуы керек. Ал қазір бұдан артық маңызды іс жоқ дейді. Енді бір келешек дегеніміз үміт, сенім екеніне дау жоқ. Әр адам, әр ұлт, әр халық өз келешегіне қожа болу үшін ең алдымен өздеріне сенеу керек деп болашаққа үміт артады. Сенім білдіреді, әрі өзгелерді де сенуге шақырады. Ғұмар Қараштың діни сауаттылығының нәтижесі ғой. Ол дінге байланысты көптеген талас тартыстарға өз жазбаларымен нүкте қойып отырған. Мысалы, адамдар дінді сақтай ма, яки дін адамдарды сақтай ма атты жазбасында ешқандай адам дінсіз өмір сүре алмайды. Жақсы болсын, жаман болсын, әркімнің өз діні болады. Біздің халқымыз ақиқат дінді ұстаса, біз надан, жалқа болып қараңғылықта қалмаған болар едік. Ұрлық, қиянат, арақ ішу, карта ойнау сияқты халықты бұзатын қылықтардан ада болар едік. Демек, шын дінді тұтсақ, әлем алдында масқара болмаймыз. Ақиқат дін жолымен жүріп, тапқан киім-кешек, тамақ, үй-жай сияқты игіліктеріміз адал болады да, өзге жолмен тапқан нәрселеріміз арам болады. Қайдағы бір ескі ырым-сырымдарға сыйынып дін жасау лайықсыз. Қайталап айтамын, ақиқат дін еш адамның желіп-жебеуіне мұқтаж емес, ал діннің өзі адамдарды дұрыс сақтай алады, дұрыс жолға бағыштайды деп дәлелденген шындық. Құранда осылай айтылған деп халқын ақиқат дінді ұстауға шақырса, тағы бірде бір адам қаншалықты ғалым болса да барлық нәрсені біле бермейді. Ол өзін және өзіне қатысты жайларды ғана біледі. Ол өзін тани білсе, сонда ғана жаратушысын да тани алмақ. Адамның ақын жеу, қылмыс жасаудың бәрі де адамның өзін өзі билемеуінен туады деп жаратушысын тануға шақырады. Ғұмар Қараш қаламынан тәрбие тақырыбы да тыс қалмайды.
ол өзінің қыз тәрбиесіне қатысты ойын заманымыздың бір оқымыстысы кісіні әрбір осалдығынан ұяты ғана тыяды, кісі өлтірмек, шіркеу бұзбақ, ойнас қылмақ және басқа әртүрлі жаман істерді істеу жеңіл, ол әркімнің қолынан келеді. Егер бұл істерді ұяты ара тұрмаса деген еді, бұл өте бір дұрыс сөз. Демек, осы жоғарыда айтылып өткен қағидаларды тұта алмағандықтан ислам халқы, әсіресе Ресейдегі түрік халықтары өзінің қатын, қыздарын мықты ұстайды, бірақ мықты ұстаған сайын бұзақылық өсіп бара жатыр. Оларды ақыл ұят арқылы ғана ұстауға болар еді деп жеткізеді.